Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге бисквиттер рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Ақуызымызды миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Осындай аппақ болып, өз формасын ұстағанша миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыздың сары уызына 1 кесе қант, 1 кесе сұйық майымызды құйып миксермен жақсылап қант ергенше миксерлеп аламыз. Үстінен жаңағы ақуызымызды салып, осындай лопаткамен жайлап астынан үстіне қарай араластырып аламыз. Үстінен ұнымыз бен қопсытқышымызды аздан салып араластырып отырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Тапамыздың үстіне пергамент қағазымызды салып, үстінен тестамызды құямыз. 180 градуста бисквитімізді пісіріп аламыз. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Бисквитімізді ыстықтай орап аламыз. Осылай пергамент қағазының үстіне төсеп, тығыз қылып, жайлап орап 15 минутқа қалдырып қоямыз. Енді бисквитімізді ашып, пергамент қағазынан босатып аламыз. Ішіне кремде мен варенка мен қаймақты қостым. Сіздер өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Рулетіміз дайын болды. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.